Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сникерс тортының оңай рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен салмасын дайындап аламыз. Ол үшін сковородканы жай отымызға қойып, кішкене қызған кезде ішіне арахисімізді саламыз. Арахис менде тұзды болатын, сол үшін мен алдын ала жуып алдым. Егер сіздерде тұзды болмаса, жумай қойсаңыздар болады. Арахисіміз қуырылып болды. Енді оттан аламыз. Карамелімізге қосып, жақсылап араластырамыз. Карамельдің жасалу жолын описанияға қалдырамын. Салмамыз дайын. Енді бисквит дайындау үшін жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ағына қантымызды қосып, миксердің көмегімен 2 есе ұлғайғанша араластырамыз. Араластырып болдық. Ақуызымыз осылай өз формасын ұстап тұруы керек. Енді сары уызымызды ағарғанша миксермен араластырамыз. Енді сары уызымызға өсімдік майын, бөлме температурасындағы сүтімізді қосып, миксермен араластырамыз. Енді ұн, какао және қопсытқышымызды ситадан өткізіп, 2-3 бөлікке бөліп қосып, миксермен араластырып тұрамыз. Енді ақуызымызды қосып, ақырын силиконды күрекшемен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді формамызды дайындап аламыз. Форма менде 22 см диаметрі, астына фольга немесе пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құямыз. Алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста шамамен 55 минутта пісіріп аламыз. Бисквитіміз толықтай суыған соң формадан босатып, бірдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Пышақтың көмегімен бірдей 3 бөлікке бөліп алдық. Енді крем чизімізді дайындаймыз. Ол үшін салқынсын кілегейімізді миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Сосын қант ұнтағын қосып, тағы да араластырамыз.
Енді сүзбелі ірімшігімізді қосып, миксермен жай жылдамдығында араластырамыз. Осымен креміміз дайын. Енді кондитерлік қапшыққа саламыз, немесе целлофанға салсаңыздар болады. Тортымызды жинай бастаймыз. Ол үшін бисквиттің бетіндегі коржын ең астына жібереміз. Мен пропитка дайындап алдым, қант пен суды араластырып. Ол міндетті емес, сеппесеңіздер де болады. Крем чизімізді жағамыз. Сосын екінші бисквитімізді қойып, торттың шеті тегіс болу үшін кальцоны қолдансаңыздар болады. Кремімізді шетіне ғана жағып шығамыз, видеодағыдай. Ортасына дайындап қойған салмамызды саламыз. Сосын үстіне ең соңғы коржымызды, яғни бисквиттің астыңғы жағын қойып, кішкене кремімізді жағып, тоңазытқышқа кемінде 8 сағатқа салып қоямыз. Шоколад пен өсімдік майын қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. Тортымызды формадан босатып алып, екі пышақтың көмегімен тортымызды дайындап қойған ыдысымыздың үстіне қоямыз. Шоколадымыз толық еріді. Енді арахисімізді қосып, араластырып, тортымыздың бетіне біркелкі қылып құйып шығамыз.
шоколады қату үшін тоңазышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Сникерс тортымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.